Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз чесночный пампушки жасаймыз. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры үшін жылы сүт қажет. Жылы сүтке қант қосып араластырамыз. Ашытқы қосып араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Біздің ашытқымыз жұмыс жасап көтеріле бастайды. Ашытқы көпіріп көтеріледі. Тұз, жұмыртқа, сұйық май қосып араластырамыз. Електен өткізілген ұнды қосып, иіғанғанша қамыр илейміз. Қолымызға кішкене сұйық май жағып, қамырымызды әбден иіғанғанша илейміз. Бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Шетінен жұлып алып, видеодағындай мінекей астына қарай бүктейміз. Үстелдің үстінде видеодағындай домалатамыз. Осы домалатқан қамырымызды пергамент қағаз төселген формамызға қоямыз. Бір-бірінен қатты алшақ қоймаймыз. Үстіге көтерілу үшін арасын кішкене ғана ашып қоямыз. Бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Осылай көлемі ұлғайып көтеріледі. Бетіне бір жұмыртқаны араластырып жағамыз. 170 градуста қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіреміз. Үстіне құятын заливкасын дайындаймыз. 2 тісше сарымсақты үкіштен өткіземіз. Аскөк себеміз. 2 ас қасық ыстық су құямыз. 2 ас қасық сұйық май құямыз. Тұз сеуіп, жақсылап тұрып араластырамыз. Пампушкаларымыз осылай қып-қызыл болып пісуі керек. Пештен ала сала үстіне заливкасын құямыз. Ыстықтай құюымыз керек. Осымен біздің өте дәмді пампушкамыз дайын. Борщ жасаған күні міндетті түрде осы пампушканы жасаңыздар. Өте дәмді, керемет рецепт. Мен 2 жыл бойы осы рецептпен жасаймын. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан Канафина.